Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым. Қос бұрмымды төгілтіп, бұл бейнежазбаны не үшін түсір дейсіңдер ғой? Сіздер үшін түсірдім. Сіздерді баршаңызды келіп жеткен әз Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әрбір отбасында береке, бірлік, амандық, саулық, той, думан, бақыт пен байлық шалықтап жатсын. Енді 2023 жылдың наурыз айынан осы бүгінгі наурызға дейін мен не істеді деп шығармашылық тұрғыдан өз-өзіме есеп беріп отырмын, әрі сіздердің алдарыңызда есеп бергім келіп тұр. Халықтың алдында есеп бергенге не жетсін? Енді 2023 жылдың сәуір айында мен көз байланғада деген көлемде хикаятымды жазып шыққан едім. Одан кейін өзі жиі жазбайды екем. Одан кейін 2023 жылдың қыркүйек айында мен қымбаттың бойтұмары деген очерк жазған едім. Ол Оралхан Бөкей атындағы республикалық конкурста жүлдені орын алған. Енді бұл жетістігім. Одан кейін 2024 жылдың қаңтар айында мен өзімнің «Менің құрсақ анам» деп аталатын әңгімемді жаңартып, түрлендіріп жазып шықтым. Одан бөлек, осы бірер күн бұрын ғана сиясы кеппеген хикаятымды сіздерге айтайын деп тұрмын. Балаларға арналған, балалар өмірінен сыр шертетін, баланың періштедей пәк жан әлемінің құпия қалтарыс-бұлтарыстарынан сыр шертетін, ауылға қайтар жол ашық, немесе қайтқын барау ауылыма деп аталатын хикаятымды аяқтадым. Бұдан бөлек жалғыздық серті деген әңгімем тағы бар. Қоян жылына өкпем жоқ, қоян жылы шығармашылық тұрғыдан табысты болды, жемісті болдым. Өткен жылға өкпелемей, жаңа жылды жақсылығымен қарсы алайық. Әз Наурыз мерекесі әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызға шаттық болып, көшпейтін бақыт болып ұяласын. Мерекелеріңіз құтты болсын.